Осы уақытқа дейін оқып келе жатқан кітаптардың ішіндегі бұл Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы. Романдағы басты оқиғалар негізінен өмірден алынған болатын. Сонымен қатар, романдағы ең басты мәселе бұл әйел теңсіздігі мен әйел тағдыры. Мен оқыған кітабым Ричард Докинстің «Эгоистік ген» кітабы. «Эгоистік ген» Ричард Докинстің 1976 жылы шыққан кітабы. Кітаптың негізінде бізде биологиялық популяция және табиғи сұрыпталу көрсетілген. Бұл жерде біздің негізгі ойымыз популяцияны емес, ДНК-ның ең кіші құрылымдық бірлігі генді көрсету. Генді көрсету арқылы бізде табиғи сұрыпталу шығады. Табиғи сұрыпталу арқасында бізде жойылып бара жатқан түрлер немесе кіші үлкен популяция түрі қалып, ал кіші аздар жойылып кетеді. Нәтижесінде бізде биологиялық негіздердің ғылыми саласы дамып, үлкен үлесін қосқан. Менің оқыған кітабым Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» кітабы. Шығарма қазақ хандығының қалыптасуымен басталады. Керей мен Жәнібек хандардың Әбілқайыр ханнан бөлініп өз мемлекетін құруымен жалғасады. Абылай ханның жорығы және Қазақстанның Ресейге кіруімен аяқталады. Бұл романда қазақ әдебиетіндегі әйел теңсіздігі, әлеуметтік әділетсіздік және махаббат еркіндігі туралы баяндалады. Жазушы бұл романды жазу барысында қазақ әдебиетіндегі басты мәселелерді назарға аударған және жазушының жазу мақсаты қоғамдағы адамдардың ойын өзгерту және жаңарту мақсатында жазылған. Мен сүйікті кітабы Мұхтар Әуезовтың «Қорғаныстың күні» атты кітабы. Бұл әңгімеде жетім қалған Ғазиза, ол қыздың қиын тағдыры бейнеленген. Бір күні олардың үйлеріне екі бай кісілер келіп, Қалтай мен Ақан деген атты кейіпкерлер келіп, олар баймыз деп, оларға көмектесеміз деп сылтау айтып, Ғазиза қызды қорлап, ол қыз содан кейін қатты ауырып қалады. Бір күні боран далада мерт болады.